Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше, дәрумендерге толы, асқабақты крем-суптың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өйткені қазір күздің мезгілі және де асқабақтың пісетін уақыты. Бізге қажет болатын заттар ол асқабақ, сәбіз, сарымсақ, пияз және қызанақ қажет болады. Және де одан басқа 10% және де 20% бола беретін сливке қажет болады. Ең бастысы бұл жерде дәмдеуіштер қажет болады. Өз қалауыңыз бойынша дәмдеуіштерді сала берсеңіз болады. Және де барлығының құрамын описанияға толығымен жазып кететін боламын. Ең алдымен көкөністерімізді жақсылап жуып, тазалап аламыз және де духовкаға салатын осындай противенге барлығын салып, майлап, тұздап және де дәмдеуіштер қосамыз. Алдын ала 180 градусқа қыздырып қойған духовкамызға көкөністеріміз толық піскенге дейін салып, пісіріп алатын боламыз. Осылай шанышқымен тексереміз. Әр көкөніс әртүрлі уақытта пісетіндіктен духовкаңызда жиі тексеріп тұрыңыздар. Менде сәбіз шамамен жарты сағатта пісті, ал асқабақ толық 1 сағаттың ішінде пісіп шықты. Бірақ сіздің духовкаңызға байланысты барлығы. Толық піскен көкөністерімізді осылай ыстықтай металды тамақ жасайтын ыдысымызға саламыз. Барлық көкөнісімізді ыдысымызға салып болғаннан кейін осылай қайнаған еттің сорпасын немесе су құйып блендермен жақсылап өткізіп аламыз. Крем-супты сұйықтау болғанын қаласаңыз, суды көбірек құйсаңыз болады. Ал керісінше қоюлау ұнататын болсаңыз, азырақ құйсаңыз болады суды. Барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Көкөністеріміздің барлығын осылай блендермен жақсылап өткізіп болғаннан кейін арасында түйіршіктер қалып жатса, оны алып тастасаңыз болады. Ыдысымызды осылай отқа қойып 200 грамм шамасында 10% немесе 20% сливкемізді қойып қайнататын боламыз. Крем-суп қайнағаннан кейін дәміне қарай тұзын салып шамамен 20 минут бойы қайнататын боламыз. Сорпамыз дайын болғанға дейін қытырлақ нанымызды дайындап алатын боламыз. Үгітілген сырды 2 нанның ортасына салып, екінші нанды үстінен қойып, зәйтүн майын немесе сұйық май бола береді. Осылай үстінен құямыз және де май құйылмаған табаға, қызып тұрған табаға жақсылап пісіріп алатын боламыз. Қақпағын жауып, екі жағын толық қызарғанша осылай пісіріп шығатын боламыз. Осымен біздің дәруменге толы асқабақты крем-суп дайын болды. Мен осылай асқабақтың дәнегімен және де сливкемен осылай әсемдейтін боламын. Сіз өз қалауыңыз бойынша аскөкпен немесе басқа да заттармен әсемдесеңіз болады. Асқабақты крем-супты осылай қытырлақ нанмен пайдалансаңыз керемет үйлесетін болады. Және де барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Бұл асқабақ сүйер қауымға өте таптырмас идея деп айтсам болады. Барлығыңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.